асыға күтіп отырған жекпе-жекке де келіп қалдық. Бұл өзіміздің отандасымыз Серік Теміржанов Энхамар Хархуға қарсы, моңғолиялық спортшыға қарсы өнер көрсететін болады. Бұл бүгінгі кештің 3-ші жұбы. Серік Теміржанов, естеріңізде болса, Токио Олимпиадасына қатысқан болатын. Иорданияда 2020 жылы өткен квалификация турнирінде Олимпиадаға жолдама ұтып алған болатын. Ал Олимпиадада өкінішке орай бұл боксшының жолы болмады. Алғашқы айналымда Роланд Галлаштан басым түссе, екінші айналымда американдық Дюк Регеннің қолынан жеңіліске ұшырады. Боксшылардың үшеуі ғана дәл осы әлем чемпионатына қатысқалы отыр. Солардың бірі Серік Теміржанов пен Аблайхан. Одан бөлек Аблайхан Жүсіпов бар. Дәл бүгінгі сессияда өнер көрсететін және қола медаль егері. Дәл осы Токио Олимпиадасының 52 келі салмақта өнер көрсеткен Сәкен Бибосынов. Бұл жолы 51 келі салмақта өнер көрсететін болады. Харху Энхамар. Шаршаланға көтерілді. Біз тек қана реферидің рұқсатымен гонгты күтеміз. Моңғолиялық спортшының жанкүйерлері қайдан пайда болды екен? Қазір трибунадан естіп отырсыздар. Моңғолиялық спортшының қолдауы керемет. Іштен соққылардан бастап отыр. Қолдар төмен екеуінің де. Джепке көп көңіл бөлуде. Теміржанов. Керемет. Дәл осындай шабуылдар қажет. Тағы да джеп. Ал моңғол спортшысы әзірше аяқтан нық және қарсыласын ығыстырмақшы біраз. Міне, біртіндеп шабуылды да бастады. Қорғанысқа тиіп жатқан соққылар. Бірақ бұлай қашқалақтауға да болмайды әрине. Отандасымызға қарымта шабуылдарға көңіл бөлуде жөн санаған екен. Ал қаншалықты нәтиже болатын әзірше түсініксіз. Хархуды арақашықтықта ұстап қалмақшы. Өте жақсы, бірақ өзде қарымта соққыны өткізіп алды қазір. Іштен бірден басқа алдың қолмен. Алыстан жасалған шабуылдар. Басты төмен ұстаған үшін қазір ауызша ескерту алды. Өте жақсы. Енді Серікке де сондай ескерту беріліп отыр. Соққыдан қорғанам деп басты тым төмен сүріп жүрген болу керек. Керемет. Екеуі де қазір деп шаршалардың ортасын басып ала бастады, бірақ моңғол спортшысының соққылар дәлірек көрінеді. Джеп соққыларды ауыр сияқты отандасымызға қарағанда. Әзірше қысымға төтеп бере алмай жатыр. Төтеп бергеннен бұрын бейімделе алмай жатқан сияқты. Өзіне бір ыңғайлы жекпе-жек мәнерін таба алмай жүрме. Шыны керек, жеке өз басым Серіктің тактикасын түсіне алмай отырмын әзірше. Моңғол спортшысы керек кезде еш қиындықсыз арақашықты үзіп қарсыласын өте жақсы ығыстыра алуда. Басты тым төмен ұстаған үшін тағы бір ескерту. Кезекті клинч. Және клинчтің өзінде де көрдіңіздер, моңғол спортшысы тоқтап қалмайды. Соққы алмасу бұл жерде бір дәл соққыдан тигізе алды. Міне енді Серік Теміржановтың жанкүйерлері де ояна бастады қазір. Алғашқы раундта өз мәресіне жетті. Сәл уақыттан кейін төрешілердің бұл раунд бойынша қандай қорытындыға келгенін көретін боламыз.
4 төреші Серік Теміржановты жеңімпаз деп есептеген екен. Ал бір төреші керісінше Энхамар Хархуды бұл раундта жеңімпаз деп есептеп отыр. Әзірше жаман емес. Бірақ міне осындай бір жағдайларға тап болмаса екен деп тілейміз. Біраз уайымдай бастаймыз. Міне осындай қысым көрсетіп ағыстыра бастаған кезде, жалпы жақын орта араға шықтықта өнер көрсеткенде ұнататын байқап қалдық моңғол спортшысын. Енді Серіктің қазіргі жұмысы барынша өзіне ыңғайлы араға шықтықта ұстау. Жаттықтырушылар әрине тиісті нұсқаманы берді. Алғашқы сәттерден бастап қысым көрсете бастап моңғол спортшысы, көрдіңіздер ме? Бірақ мұрны жарылғанын байқауға болады. Бұл алғашқы раундтың соңғы сәттерінде өткізіп алған ауыр соққыларының бірі. Жоқ, мұндай ашық ұрыстарға кіруге болмайды. Жақын ара ашықтықта тұрып айқасуға болмайды. Серікке барынша ара ашықтықта ұстау керек. Осындай қарсыласының шабуылдарын қолданып қарымта соққылар ұйымдастыру керек. Төрешіні әбден тыңдамайды мына жігіт. Шабуылға тым беріліп кетті, жаңа қатарынан 2 рет стоп деген пәрмен беруге мәжбүр болды рефери. Моңғол спортшысының бұл жеңіске деген ұмтылысымен ғана түсіндіруге болады. Қалдегенмен бұл үлкен спорт, сондықтан әдейі стоп деген пәрменнен кейін ұрды дегенге сенбеймін. Міне тағы да сол қолы, оң қолы дәл тиді. Көздеген жерде Серік Теміржанов. Қазір дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Мұрнынан қан кеткен болатын. Жоқ, дәрігерлер шақырмауды жөн санаған екен. Ал моңғол спортшысы біртіндеп міне тағы да ағыстыра бастады. Серікке тұрып қалуға ұмыт. Міне осындай аяқтың қимылдарымен бір орында тұрып қалмай өзінің соққыларын тигізіп алса болды. Өте жақсы. Ал моңғол спортшысы алған бетінен қайтар емес. 1 минуттай уақыт қалды раундтың аяқталуына. Міне енді дәрігердің көмегі қажет болады. Көмек дегенде тек қана қанды сүртеді, басқа не істер дейсіз? Мұрын сынды ма, сынған жоқ па, соны тексереді. Барлығы ойдағыдай болса, өз рұқсатын береді әрине жалғастыруға, жекпе-жекті жалғастыруға. Міне осындай шабуылдар көбірек болса, Теміржановтың орындауындағы. Моңғол спортшысы көп қысым көрсеткенмен шабуылдар нәтижелі келмейді. Жоқ, бұл нокдаун емес, әрине итеріп жүрген барлығымыз көрдік. Ал моңғол спортшының жанкүйерлері керісінше ойлайды екен. Қарсы алу керек тағы да. Джеб тағы да өте жақсы. Міне, осындай шабуылдар қажет. Моңғол спортшысының қазір ешқандай бір қорытындыға келмей жатқан байқауға да болатын шығар. Бірнеше мәрте міне осындай шабуылдар бастайды. Серіктің 1-2 соққысын орындағаннан кейін клинчке барып тіреледі, қайрадан шығады, қайрадан араға ашық түзеді. Қайта міне дәл осындай бір сценарий қайталанып отыр. Қазір 3-ші раундта өзгерістер болатын шығар. Міне ашық ұрысқа кірісті. Өзінің техникасы жеңіске жетуге мүмкіншілік бермей тұрған түсінген болуы керек. Тек қана осындай бір ашық ұрыстың арқасында бір нокдаунға жіберіп, немесе нокаутқа жіберем бе деген үміті бар шығар. Ал бұл раундты бір ауыздан төрешілер
Серік Теміржановтың еншісіне беріп отыр. Алғашқы раундта екіншімен салыстырғанда әрине тәп-тәуір өнер көрсеткен болатын моңғол спортшысы. Ал екінші раундта біраз эмоцияға бой алдырып қойды ма, әлде дұрыс тактиканы таңдай алмады ма білмейміз. Бірақ жаңаға еш ойланбастан алға ұмтылуы ешқандай бір жақсылыққа апарып тіреген жоқ. Ақыр соң. Тіпті бұндай мәнер Серіккен қойыл сияқты. Міне бірден гонгпен қатар бастады. Алға ұмтылды бірден. Міне толықтай 3 минут осындай қарқынды өнер көрсетуге дайын екен байқатып отыр моңғол спортшысы. Ауыр соққысы бар екен білеміз, жеңіл салмақ болғанына қарамастан. Сондықтан Серікке сақ болу керек қазір. Нокдаунға түсіп қалмасын, немесе бір ауыр соққы өткізіп алып. Міне көріңіздер, осындай сәттерде қазір Серік орында тұрып қалып жатыр, бірақ қапы қалған жоқ. Жауап қайтара алды. Сәл тәжірибенің жетіспеушілігі байқалып отыр моңғол спортшысына. Тактикалықта бір өзгерістер керек қой. Екінші раундта еш нәтиже бермегеннен кейін үшінші раундта басқаша өнер көрсетіп көру керек педі, бірақ үшінші раундта да әзірше моңғол спортшысының мәнерінде сондай бір керемет өзгерістер көріп тұрған жоқпыз. Тағы да сол, міне жақын араға шықтық. Бұл соққылардың барлығы әдемі көрінгенмен қорғанысқа келіп тиіп жатыр. Бірақ соңына дейін ұмтылып отыр. Міне көрдіңіздер ме? Бірде-бір секундты жоғалтқысы келмейді. Бұндай боксшылар жалпы өте қауіпті. Қалай дегенмен бұл бокс қой, сондықтан бір ғана соққымен қазір барлығын аяқтап тастауы мүмкін. Серік енді жинақы болсын, сақ болсын деп тілейміз. Міне көрдіңіздер ме? Қалай рұқсат беріледі бірден алға ұмтылады моңғол спортшысы. Өзі де шаршады, Серікті де біраз шаршатты, бірақ бүгінгі кештің ең қызықты жекпе-жектерінің бірі. Еш күмәніміз жоқ. Шашаңқырай бастады, Серік Теміржанов екінші раундта клинчтерден керемет шығып, сондай бір қарымта шабуылдар ұйымдастыра алған еді. Екінші раундта міне көрдіңіздер ме, бір орында көп тұрып қалып жатыр. Жаңағы сол бәлкім қысым әсер еткен болу керек. Керемет. Соңғы секундтар. 30 секунд соңғы. Міне тіпті өзі де қарсы емес қазір соққы алмаса. Түкке керек жоқ менің ойымша біздің спортшыға. Бірақ екінші раундтағыдай жылдам ма? Аяқ қимылдар жоқ. Аяқтар жылдам емес. Алғашқы раундпен, екінші раундпен әсіресе салыстырғанда. Екінші раундта өте керемет қолданып еді өзінің аяқтарын. Үшінші раундта сол жетпей тұрған сияқты. Үшінші раундта қандай шешімге келсе де төрешілер жеңіске Серік Теміржанов жеткеніне еш күмәніміз жоқ, ал моңғол спортшысының ойы керісінше екен. Әрине түсінуге болады, бұл спортшыны барын салды және жеке өз басым мен жеңдім деп ойлауы мүмкін, бірақ төрешілердің ойын өздеріңізде көрдіңіздер. Қазір ресми шешімді күтетін боламыз. Ал Серік Теміржановты әлем чемпионатының екінші айналымына өтуімен құттықтап қоюға да болатын шығар. Төрешілердің бір ауыз шешімімен моңғол спортшысы келіспейді. Тіпті қазір апелляция беруі мүмкін, ондай мүмкіншілік болса.